Жер бетін толықтай су басып, адамзат үшін ақыр заман басталады. Бірақ бір адам ғана өз отбасымен үлкен кеме құрып, аман қалуға тырысады. Ал басқа адамдар болса, оның кемесін басып алғысы келеді. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге Ной деп аталатын, яғни Нұх пайғамбарға негізделіп түсірілген фильмге шолу жасайтын боламыз. Ертеде адам ата мен Хауа ананың ұлы Қабыл өзінің інісі Әбілді өлтіреді. Осыдан кейін бауырласты өлтіру жаратушының қарғысына ұшырайды. Нәтижесінде адам ұрпағы шығысқа қашуға мәжбүр болды. Алайда алғашқы адамдардың үшінші ұлы Сет рулы адам болып қала берді. Бір күні жас Ной әкесімен отырған сәтте, әкесі оған: "Енді сенің кезегің келді. Мен өз тапсырмамды орындадым. Енді саған тапсырамын. Жаратушының айтқанын бұлжытпай орындауға уәде бер" деп айтып, қолына жылан терісін орайды да ұлына сиқыр арқылы өткізеді. Сол уақытта Қабыл тайпалары келіп қалады. Олар сумен азық іздеп жүр екен. Олардың көшбасшысы баланың әкесін өлтіреді және жылан терісін алып қояды. Ал жас Ной болса қашып үлгереді. Содан арадан біраз жылдар өтті. Ной есейді, отбасылы болады. Ол жер бетіндегі соңғы әділ адам болды. Оның 3 ұлы бар. Оның отбасы ғана жаратушыға сенім артып, бейбіт өмір салтын ұстанған. Ол жеміс-жидек жинап жүріп, аспаннан бір тамшы су түскенін көреді және сол тамшы орнынан бірден гүл өсіп шығады. Ной бұны белгі деп санап асыға үйге барады. Жолда олар ашкөз адамдарға тап болады, шайқас басталады. Ной оларды жеңіп, қару-жарақтарын алады. Ол әйеліне аспаннан түскен тамшы су туралы айтып, бірдеңе болайын деп тұр деп болжайды. Әйелі әрқашан Нойды қолдап, оған сенген және ешқашан күмәні болған емес. Түнде Ной түс көреді. Ол ашық алаңда тұр, аяғына қараса қан болып жатыр. Оның көзі үлкен тауға түседі. Содан бірден суға батып кетеді. Су ішінде мыңдаған адам өліп жатыр. Жалғыз Ной тірі тұр. Ол шошып оянып кетеді. Әйелі оның қасына келіп не көргенін және не болайын деп тұрғанын сұрағанда, жаратушының бүкіл жер шарын жоймақшы болып тұрғанын айтады. Яғни күнәһар әлем жойылуы керек. Барлық адамдар қорқынышты топан сумен жойылады. Осыдан кейін Ной түсіде көрген тауына бармақшы. Ол тауда Нойдың атасы бар. Сөйтіп олар жоға шығады. Олар біраз жол жүріп, отбасы ресурстары толығымен таусылғандықтан жұмыс істемейтін бұрынғы тау-кен базасына тап болады. Онда олар жараланып жатқан жас қызды табады. Нойдың әйелі қыздың жарақатына қарайды. Ол өте ауыр еді және өмір бақи бала көру мүмкіндігі жоқ екен. Олар қызға жаны ашып өздерімен алып кетеді. Сол уақытта басқа адамдар келіп қалады және оларды тонамақшы. Ной отбасымен қашуға кіріседі. Кенет тастан жасалған құбыжық тектес мақлұқтар келіп қалады және оларды құтқарып, Ной және оның отбасын тұтқынға алады. Оларды тау арасына апарып, сол жерде аштықтан өлуге қалдырады. Түн болды. Бір уақытта тас адам келіп, Нойға көмектесе бастайды. Ол Нойды түсіде көрген тауына алып барады. Негізі бұл мақлұқтар кезінде періште болған екен. Олар жаратушының қаһарына ұшырап, осылай тасқа айналып қалған. Олардың басты арманы қайта періште кейпіне еніп, аспанға көтерілу. Сөйтіп Ной тауға шығады. Ол атасын тауып түсінде көргенін айтып береді. Қысқасы, жер бетінде адамдар жаратушыны естен шығарып, зұлымдық пен ашкөздікке бөленіп кеткен екен. Енді бүкіл әлемді су басып ақыр заман болмақшы. Нойдың атасы кеме жасау керектігін айтады. Яғни үлкен кеме құру керек, алып кеме жасап, барлық жануарларды құтқару керектігін түсіндіреді. Бұл үшін ақсақал Нойға едемнен тұқым береді. Содан ол үйге оралып жаңағы тұқымды егеді. Таң болды. Тастан жасалған адамдың достары келіп, Нойға көмектескен үшін жазаламақшы. Ал сақшылар Нойды Құдаймен байланысы жоқ деп айыптап өлтірмекші. Кенет кеше еккен тұқымы орнынан су шығады және бүкіл жерге таралып, жер көкеріп, үлкен орман өсе бастайды. Су дерлік бүкіл әлемге таралады. Сақшылар Нойға сеніп, оған алып кеме жасауға көмектесетінін айтады. Мы поможем этому человеку. Солайша арадан 10 жыл өтті. Кеменің құрылысы аяқталуға жақын. Нойдың балалары есейген. Үлкен ұлы 10 жыл бұрын құтқарған қызбен ғашық, олар бір-бірін сүйеді. Бірақ қыздың бала көру мүмкіндігі жоқ. Бір кез аспандан әр түрлі құстар ұшып келе бастайды. Олар Нойдың кемесіне келіп, ішке ұшып кіреді. Олар шөптен бір дәрі дайындап барлық құстарды ұйықтатады. Ал Нойдың ортаншы ұлы болса уайымдап жүр. Себебі ағасының сүйікті қызы бар, ал інісі мен оның екінші жартысы жоқ. Бір күні ол орманда аралап жүріп, басқа адамдарға тап болады. Олар Қабыл руының адамдары екен. Олар Нойға келеді. Олардың патшасы Тубал Қабыл. Ол алып ғимараттың шын мақсаты туралы біліп, ол кемені алмақшы болды. Бірақ сақшылар бұл тайпаға рұқсат бермейді. Ной ол адамдың әкесін өлтіргенін еске алады және бұл кемеде Қабыл тайпасына орын жоқ деп айтады. Күнәнің кесірінен арамдалған адамдар тағдырына мойынсұнғысы келмейді. Сондықтан олар қару-жарақ жасап, кемені басып алу үшін әскер жинап қайта келуге уәде береді. Сөйтіп ол орман ішіне оралып, қару-жарақ және адам жинай бастайды. Ертесіне кемеге тағы жануарлар келе бастайды. Жыртқыштар, жыландар, құмырсқалар, пілдер. Ең кіші жәндіктен бастан ең үлкен жануарға дейін келеді. Олар 2 жұп, еркек және әйел. Барлығы кемеге кіреді. Ной оларды сиқырлы түтін арқылы ұйықтатады. Ал Қабыл тайпасында кептеліс болып жатыр.
Адамдар аштықтан өліп, кейбіреулері ет үшін бірін-бірі өлтіруде. Олардың көсемі тездетіп Нойдың кемесін басып алуды көздейді. Бір күні Ной хам мен Ефетке әйелдер табу үшін жақын маңдағы шағын адамдарға барады. Ата-баба адам жегіштік, құлдық, балаларды тамаққа айырбастау және сол сияқты тағы басқаларды көреді. Осыдан кейін қабыл адамдардың құтқарылуға лайық емес екенін түсінеді. Ной үйге оралып, біз соңғы адам боламыз, бізден ұрпақ қалмауы керек деп, оларға әйел тауып бермейтінін нақты айтады. Содан ортаншы ұлы әкесімен ұрсып қабыл тайпасына қарай кетіп қалады. Жігіт ол жерде аштықтан қиналып жатқан жас қызды кездестіреді. Ол қызға тамақ беріп жақыннан таныса бастайды. Бұл уақытта Нойдың әйелі келіп, біз балаларымызға әйел тауып беруіміз керек деп айтқанда, Ной бұған мүлдем қарсы екенін айтады. Содан әйел тауға шығып, Нойдың атасымен кездеседі. Ол қартқа үлкен ұлының сүйікті жары бала көру мүмкіндігінен айырылғанын, және Ной басқа ұлдарына жар тауып бергісі келмей жатқанын айтады. Қарт қолдан келгенше көмектесуге уәде береді. Ной үлкен ұлына қабыл тайпасына кеткен інісін ертіп келуді бұйырады. Ал орман ішінде адасып жүрген Нойдың үлкен ұлының жары Қартты кездестіреді. Қарт өзін таныстырып қызға жақынырақ келуді бұйырады. Қыз жақындағанда Қарт оның ішіне қолын тигізіп, бала көру мүмкіндігін сыйлайды. Ал інісін іздеп жүрген Нойдың үлкен ұлы сүйіктісін кездестіріп кемеге оралады. Бұл уақытта ортаншы ұлы хам қабыл тайпасында. Ол жаңағы қызбен отыр. Бір кез жаңбыр басталады. Бұл ақыр заманның басталуы еді. Қабыл тайпалары кемені басып алуға асығады. Ал хам болса жаңағы қызды өзімен ертіп кемеге қарай келуде. Жаңбыр кезінде қыз қапқанға түсіп қалады. Хам оған көмектесуге тырысып жатыр. Сол уақытта Ной келеді. Ол ұлын алып, қызға көмектеспей, сол жерге тастап кетеді. Қызды қабылдың ұрпақтары таптап кетеді. Хам болса әкесіне қатты ашуланып, кек сақтайды. Жаңбыр жауып, қабылдың ұрпақтары кемені басып алуға тырысады. Бірақ сақшылар шабуылға тойтарыс берді. Кеме қасында шайқас басталады. Адамдар жандалбасасында ештеңеге қарар емес. Қабыл тайпасының көсемі тас сақшысының бірін өлтіреді. Сол уақытта тас жарылып ішінен періште шығады және аспанға көтеріліп кетеді. Бұны көрген басқа сақшылар, жаратушы бізді кешірді деп айтып, жан тәнімен кемені қорғай бастайды. Тайпа көсемі айлакерлікпен кемені артқы жағынан айналып, сол жақтан кіруді көздейді. Солайша барлық сақшылар өліп, аспанға періште кейпінде көтеріледі. Соңғы сақшы өлгеннен кейін жерден су шығып, ақыр заман басталады. Кеме аман-есен суға көтеріліп жүзе бастайды. Тек сатқын патша ғана хамның көмегімен кемеге мініп, жасырынып үлгерді. Ной балдарына енді не болатынын айтып береді. Яғни жерді су тазартып біткен соң, жануарлар және өсімдіктер қайта тіршілене бастайды. Ал адам ұрпағы болса аяқталады. Біз жердегі соңғы адам боламыз, бізден кейін ешкім болмайды деп айтады. Хам болса әкесіне әлі ашуланып жүр. Ол Ноймен сөйлеспей кетіп қалады. Ол жасырын кіріп алған қабыл тайпасының көсеміне барып, оны емдеп асырап жатыр. Ол балаға жерді біз билейміз, барлық жануарлар және тіршіліктер біз адамдарға қызмет етуі керек деп, хамдың санасын жаймен улай бастайды. Арадан біраз күндер өтті. Нойдың үлкен ұлының әйелі ауырып қалады. Сөйтсе ол жүкті болып қалған екен. Анасы бұл туралы Нойға айтуды шешеді. Бұны естіген Ной бірден жынданып, бұлай болуы мүмкін емес деп айтып жатыр. Ашуланған Ной жаратушының бұйрығын бұлжытпай орындауға уәде бергенін айтып, егер ұл тусаң өмір сүретін болады. Егер қыз тусаң өлтіретін боламын деп ескертеді. Ұлының қарсылығына қарамай шешімі нақты екенін айтады. Солайша арадан 9 ай өтті. Жаңбыр тоқтаған. Кеме әлі су бетінде. Қыз босануға жақын. Олар өздеріне кішкене кеме жасап Нойдан қашып кетпекші. Бірақ жақын маңда жер көрінер емес. Әйелі Нойға келіп, олай істеуді доғаруды айтып жылай бастайды. Егер ол сәбилерді өлтірсе, ешқашан оны кешірмейтінін айтып жылап жалбарып жатты. Бірақ Ной үн қағар емес. Ал хам болса қабыл көсеміне әлі көмектесіп жатыр. Ол адам хамға пышақ беріп әкесін өлтіруді айтады. Бала бұны істей алмауын айтқанда, олай болса Нойды алдап осы жерге ертіп кел, мен өзім өлтіремін деп айтады. Дәл сол уақытта қыз туа бастайды. Оны жеке бөлмеге алып кіреді. Нойдың үлкен ұлы болса қолында найзасымен есікті әкесінен қорғапты. Кенет хам пайда болып, Нойға жануарлар оянып кетті деп алдап, сол жаққа апарады. Сөйтсе ешкім оянған емес, ал жауыз адам Нойға шабуыл жасайды. Кеме ішінде шайқас басталады. Хам болса қолында пышағымен әкесін өлтірмекші. Қабыл көсемі Нойды өлтіріп, оның әйелін және кемесін қолға кіртпекші болғанда, хам есін жиып, патшаны өлтіру арқылы әкесін қорғайды. Ол жауызды өлтіреді. Ал Нойдың үлкен ұлының әйелі болса, 2 қыз дүниеге әкеледі. Он не тронет наших дочерей. Ной оларды іздеп төбеге көтеріледі. Әйелі оны тоқтатуға қанша тырысса да, ол айтқанынан қайтар емес. Ол келіннің кеме үстінен табып, қолында пышақпен жақындайды және өлтірмек болғанда, келіні жылап тұрған баланы тыныштандырып алуды өтінеді. Сөйтіп сәбиле ұйқыға кетеді. Ной оларды өлтірмекші. Соңғы сәтте оның дәті бармай пышағын жерге тастайды.
Жаратушының жоспарын бірден түсінбеген Ной алдымен қыздарды өлтіргісі келеді. Оның отбасындағы зұлым адамзат баласына кедергі келтіреді. Бірақ мейірімділік оған кісі өлтіруге мүмкіндік бермейді. Арадан біраз уақыт өтіп кеме ақыры жерге жетеді. Ной жалғыз өзі үңгір маңында өмір сүруде. Ол отбасына жаны ашып, жаратушының соңғы бұйрығын орындамағанына өзін кінәлап, іштей жеп жатты. Ал ортаншы ұлы Хам әлсіз жаттан әкесінің қасына келеді және оны кешіргенін айтып, қолындағы жылан терісін тастап кетеді. Осыдан кейін Хам өз заттарын жинап басқа жаққа қарай жол тартады. Ной болса әйеліне оралады және құшақтап отбасын қатты сүйетінін айтады. Ной балалары мен немерелеріне батасын беріп, олардың өмір сүріп, нәсілдерін жалғастыруды, ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіріп, ақ батасын береді. Ол ұлы топан суды еске алып, Құдайдың еркін ұмытпауын тілейді. Сол уақытта аспанда кемпір қосақ пайда болып, қабыл тайпаларының өмір сүруінің аяқталғанын, адамдардың күнәларының жойылып, жаратушының жарылқауының басталуын білдіреді. Осылайша қабыл тайпасы жер бетінен жоқ болады екен. Сөйтіп сол жерде фильм өз соңына жетеді. Фильм өзінің режиссерлік және актерлік шеберлігі үшін жоғары баға алғанымен, оның мазмұны да тартысты болды. Қытайда оны дінге байланысты себептермен көрсетуден бас тартты. Сондай-ақ фильм бірнеше мұсылман елдерінде тыйым салынған. Себебі фильм христиандардың Библия кітабынан алынғандықтан көп сахналары ислам дініне жат болды. Ал енді сұрақ: Нұх пайғамбардың шын есімі кім болған? Және ол неше жыл өмір сүрген? Жауабын комментарияда күтем. Тапқан адамға сыйлығымыз бар. Жауап нақты және көп лайк жинауы керек. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.